Жалан жарнамалар қала көргін қашыратыны анық. Негізінде жарнамалар бірізді заман талабына сай болуы тиіс. Осы орайда қаламыздағы көшелердегі жарнамаларды бақылап қайтқан едік. Қаламызда сәуір-мамыр айларында сыртқа ілсен жарнама ана тілін қорлама атты айлығы өткен еді. Айлық аясында қала көшелері бойында орналасқан бизнес нысандардағы жарнама мен көрнекі ақпараттың тіл туралы заң талаптарына сәйкестігіне мониторинг жүргізілген. Дүкен сауда орталықтарының сыртқы ғимараттарына дейін жарнамаға толы, бірақ мемлекеттік тілде сауатты жазылған ба? Қазақстан Республикасының тіл туралы заңның талаптарына қаншалықты сай келеді? Мамандар осыған мониторинг жасап, әдістемелік кеңестер берді. Кәсіпкерлерге сан талаптары жазылған парақтарды да таратты. Десе де қала ішіндегі заңсыз және қате жазылған жарнамалар жалаудай желбіреуде. Айта кетейік, хабарландырулар, жарнама, ас мәзірлері, нұсқағыштар және де басқа көрнекі ақпараттар мемлекеттік тілде қажет болған жағдайда орыс тілінде орналастырылады. Деректемелер мен көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мемлекеттік тілде сол жағында немесе жоғарғы жағында, ал орыс тілінде оң жағында немесе төменгі жағында орналастырылады және бірдей өлшемде болуы тиіс. Қала көшелерінде ілінген жарнамалар көз сүріндірмей қоймады. Бірі ескіріп бөлініп кетсе, енді бірі тек орыс тілінде берілген. Әріптері түсіп қалған жарнамалар мен мекеме атауларына кім жауап береді? Рейд барысында анықталған қателіктер қашан ретке келтірілмек? Бүгінгі сюжет тіл қорғандарының назарына. Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.